Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы реттік санау. Бұл сабақта сен заттарды ретімен санауды және олардың реттік номерін анықтауды үйренесің. Балалар, өткен сабақта қайталау мақсатында суреттерді сандармен сәйкестендіру ойынын бірге ойнап, қайталап көрейік. 10 көлеміндегі сандарды тура және кері санауды қайталайық. Олай болса, балалар, суретке назар аударыңыздар. Ненің суреттері бейнеленген? Әрине, ойыншықтар. Балалар, осы берілген ойыншықтарды санай отырып, қай санмен сәйкес келетінін анықтауымыз керек. Олай болса, бірінші суретті менімен бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сәйкесінше қай санмен сәйкес келеді? Тамаша, әрине, 7 сан. Тексерейік. Өте жақсы. Келесі бізде доптар. 1, 2, 3. Қай санмен сәйкес келеді? 3 санымен. Тексерейік. Тамаша, балалар. Келесі қонжықтар. 1, 2. Қонжықтар бізде 2. Тамаша. Өте жақсы. Келесі ойыншық бізде мәшинелер. 1, 2, 3, 4, 5. Ойыншықтар. Мәшине ойыншықтар саны 5. Сәйкестендірейік. Тамаша. Соңғы ойыншық, балалар, бізде текшелер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Барлығы 8 текше. Сәйкестендіреміз. Тамаша, балалар. Барлық жауаптарымыз дұрыс. Бірінші ойыншық 7, екінші ойыншықтар 3, үшінші ойыншықтар 2, төртінші ойыншықтар 5, соңғы ойыншықтар 8 санымен сәйкес келді. Бұл тапсырманы, балалар, өте жақсы орындап шықтыңыздар. Олай болса, балалар, 10 көлеміндегі сандарды тура және кері санауды тағы да бір рет қайталап жіберейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Балалар, енді кері санаймыз. Кері санау деп отырғанымыз үлкен саннан кіші санға қарай жүреміз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тамаша, балалар. Барлық тамаша орындап шықтық. Олай болса, жаңа сабағымызды бастаймыз. Балалар, суреттерге назар аударайық. Ненің суретін көріп тұрмыз? Осы суреттерге қарап, адамдар реттік санауды қай кезде пайдаланатынын анықтайық. Иә, балалар, дұрыс айтасыздар. Реттік санауды біз көптеген жерде өмірде пайдаланамыз. Соның бірі, балалар, үйдің номерін, пәтердің номерін, көрермен залында орнын, вагонның номерін анықтау үшін, және де, балалар, сапқа тұру кезінде немесе бұдан да басқа көптеген жерде реттік санау қолданылады. Балалар, реттік санау нөмірі бойынша әр заттың немесе орынның нешінші екенін анықтай аласың. Заттарды ретімен санау кезінде оларды номерлеу керек. Яғни, әрбір заттың номері болуға тиісті. Балалар, жаңа сабағымызды меңгеру үшін, одан әрі толықтыру үшін бірнеше тапсырмаларды бірге орындауға шақырамын. Бірінші тапсырма. Суретке назар аударайық.
Суретте берілген үйлерді номерлеп көрейік. Суретте балалар үйлер берілген. Әрбір үйге реттік номер тағайындап, оларды номерлеп көрейік. Бірге қайталаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы. Тамаша балалар. Номерлеп шықтық. Осы номерлерге сәйкес балалар, сіздерге бірнеше сұрақ қоятын боламын. Сұрақтарға мұқият жауап беруге тырысыңыздар. Ең алдымен балалар, номерлеп шыққан үйлерімізді кері санап көрейік. 10-шы, 9-шы, 8-шы, 7-шы, 6-шы, 5-шы, 4-шы, 3-шы, 2-шы, 1-шы. Тамаша балалар. Бірінші сұрақ. Мұқият тыңдаймыз. 5-шы үйдің шатырының түсін атаңыз. Балалар, 5-шы үй. Санап көрейікші. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша. 5-шы үйдің номері әрине балалар, қара түсті. Келесі сұрақ. 1-шы үйдің шатырының түсін атаңыз. Балалар, 1-шы үй бізде қай жерде орналасқан? Әрине, 1-шы үйдің шатырының түсі қызыл. Тамаша. Соңғы сұрақ. Мұқият тыңдаймыз. Жасыл шатырлы үй нешінші орналасқан? Балалар, жасыл шатырлы үйдің реттік номері неше? Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жасыл шатырлы үйдің реттік номері 10-шы. Тамаша балалар. Өте жақсы. Барлық сұрақтарға керемет жауап бере алдыңыздар. Екінші тапсырма. Ойыншықтар дүкенінде деп аталады балалар. Тапсырма сандық және реттік санауға байланысты. Балалар, суретке мұқият назар салыңыздар. Әрине, ойыншықтар берілген. Балалар, ойыншықтар дүкенінде барлығы қанша ойыншық бар? Әрбір ойыншықтың реттік номері белгіленген. Барлық ойыншықтарды санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Барлығы 5 ойыншық. Тамаша балалар. Келесі сұрақ. Реттік номері бойынша қуыршақ нешінші орналасқан? Әрине балалар, қуыршақ реттік номеріне сәйкес 2-ші орналасқан. Тамаша. Балалар, 1-ші және 4-ші ойыншықтардың арасында қанша ойыншық бар? Әрине, 1-ші және 2-ші. 1 мен 4-ші ойыншықтардың арасында 2 ойыншық орналасқан. Тамаша. Балалар, 3-ші ойыншықтан кейін неше ойыншық қалды? Әрине, 3-ші ойыншықтан кейін 2 ойыншық бар. Өте жақсы балалар. Соңғы сұрақ. Реттік саны бойынша мәшине нешінші тұр? Нешінші тұр балалар? Әрине, реттік номері бойынша мәшине бізде 4-ші орналасқан. Тамаша балалар. Өте жақсы жауап бере алдыңыздар. Балалар, сабағымызды қорытындылау үшін соңғы тапсырманы бірге орындауға шақырамын. Суретте балалар түрлі түсті шаршылар берілген.
осы шаршыларды бірге ретімен санап шығайық. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы. Ал енді осы шаршыларды кері санап көрейік. Оныншы, тоғызыншы, сегізінші, жетінші, алтыншы, бесінші, төртінші, үшінші, екінші, бірінші. Тамаша балалар. Барлығын санап болдық. Енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ. Солдан оңға қарай санағанда жасыл түс нешінші тұр? Солдан оңға қарай санағанда жасыл шаш нешінші тұр? 1, 2, 3. Тамаша. Әрине, үшінші. Келесі сұрақ. Оңнан солға қарай санағанда жасыл нешінші тұр? Оң жақтан сол жаққа қарай санағанда санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сегізінші. Тамаша балалар. Сол жақтан оңға қарай санағанда қара шаршы нешінші тұр? 1, 2, 3, 4, 5. Қара шаршы 5-ші орналасқан. Соңғы сұрақ балалар. Оң жақтан сол жаққа қарай санағанда қара шаршы нешінші орналасқан? 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы. Тамаша балалар. Балалар, тапсырмаларды орындау барысында сол жақ пен оң жақты ажырата алуымыз керек. Оны естен шығармаймыз. Келістік пе балалар? Тамаша. Балалар, барлық тапсырма орындап шықтық. Бүгінгі сабақта не білдік балалар? Заттарды ретімен санауды және олардың реттік номерін анықтауды білдік.